3 тарау, 3 аят. Негізі біз қандай тақырыпта сөйлесіп отырмыз қазір? Тыныштық және рақым мен заң туралы сөйлесіп отырмыз, Құдайға шүкір. Қазір мен блокноттарымды жолдаймын. Негізі біз бүгін ғана түстік автобустан. Сондықтан мені ұйықтап кетпесін десеңіздер, кішкене аумин деп отырыңыздар. Маған мынаны айтыңдаршы, киелі рухты қалай қабылдадыңдар? Таурат заңын орындау арқылы ма, әлде ізгі хабарды тыңдап сену арқылы ма? Сондай түйсіксіз бе едіңдер? Рухани өмірінде киелі рухпен бастап, өз күштерімен кемелденбек екенсіңдер ғой. Сонда қалай бастарынан өткізгендердің бәрі бекер болғаны ма? Ол шынымен бекер болмады, солай емес пе? Құдайдың сендерге өз рухын беріп, араларында керемет жасағаны себебі Таурат заңын орындауларын ба, әлде ізгі хабарды тыңдап сенулерін бе дейді. Аумин. Негізінде мен айтып кеттім ғой, біз Құдайдың рахымын қалай түсіне аламыз? Мына жерде галаттықтарда басын жақсы бастады да, киелі рухтың күшімен бастап құтқарылды, не істеді. Бірақ одан кейін басқа адамдар оларға айта бастады. Сендер егер сүндеттемесеңдер, сендердің құтқаруларын толық жүзеге аспайды дейді. Бұл жерде тек қана сүндеттелу ғана емес, барлық нәрседе бар. Мысалы, кейбір уақытта біз деген ақырындап, негізінде рахым деген, ол айтады, толығымен төленді дейді. Толығымен құтқарылдың дейді. Толығымен сен деген Құдайдың баласысың дейді. Жартылай емес. Енді тағы да екінші нәрсе, біз түсінуге тиісті нәрсе, ол 50-50 емес. 100-0. Сіз қой, Негізінде көп діни заңшылдықтар олар не істейді? 50-50 дейді. Құдай маған 50% маған көмектессе, мен 50% мен мына жағынан шығам дейді. А негізінде рахым айтады 100-0. Былайша айтқан кезде сіз банкротсыз. Сізде қалтаңызда түк ақша да жоқ, еш нәрсе де жоқ. Бірақ Құдай айтады, мен бәрін төлеймін. 80% емес, 100% мен төлеймін. 100%. Сондықтан да көп жағдайда біз рахымды түсіну үшін ең бірінші біздің жағдайымыз қандай екен соны түсінуіміз керек. Римдіктерге арналған хат 3 тарауда ашсақ. Римдіктерге арналған хат 3 тарау. Жиырма екінші аятта айтады, Бірінші біз мынаны оқиық, 9-шы аяттан бастап. Сонымен қалай болды? Басқалардың алдында Яхуди халқынан шыққан біздердің артықшылығымыз бар ма? Жоқ, ешқандай. Яхудилер де, басқа ұлттың адамдары да бірі қалмай күнәнің билігінде екенін жоғарыда дәлелдедік. Келі жазбаларда бұл туралы мына тәрізді сөздер бар. Бір әділ кісі жоқ. Ақылды ешкім де жоқ. Құдайға бет бұратын да жоқ. Бәрі тайып кетті теріс жолға, әбден бұзылып кетті бірігіп. Барлығы да жақсылық жасаушы ешкім жоқ. Тіпті бір жанда. Арандары олардың көрдей ашық, майда тілдермен айтады жалғандық. Сұр жыланын уы тілдерінен тамады. Аузынан шыққандар қарғыс, өтірік, жалғандық, аяқтары жазықсыз қан төгуге асығады. Олар жүрген жерлерін қиратып азап шеккізеді. Татулық дегенді олар білмейді. Құдайды қастерлейтін ниеттері де
жоқ. Адамға деген киелі кітаптың берген диагноз осындай. Қалай ойлайсыздар? Келісесіздер ма? Адамзат шынымен де осындай жағдайда, иә? Қазір енді қарап отырсақ, жан-жақтарымызға қарайтын болсақ, иә, мысалы, көп осы нәрселерді біз көре аламыз, иә? Ұятты нәрселер, тұңған әділетсіздік, бұзықтық, дүниеқорлық, залымдық барлығы. Былайша айтқан кезде адам өзінен өзі жақсы емес. Кейде біз айтамыз ғой, мына періште, сәби періште деп. Сәби де періште емес. Өйткені Дәуіт пайғамбардың өзі 50-ші забурда не деп айтады? Анамнан, туғаннан бастап күнәһармын дейді. Анамның ішінде жатқаннан бастап күнәһармын. Неге? Өйткені біздің ата-бабамыз Адам ата мен Хауаны күнә жасағандықтан, ол Құдайға бүлік шығарды ғой, қарсы бүлік. Яғни, Құдайдың айтқанын орындамаймыз деп, жақсылық пен жамандықты білдіретін ағаштың жемісін жеу арқылы күнәға батып, енді осы бүлік әрбір туған адамның бойында бар. Айтып отқан нәрселер, мысалы біз қазір Исасыз өмір сүретін болсақ, кейбір уақытта, даже біз Исамен жүрген өзінде де өзіміз байқасаңыз, кейбір уақытта біздің ойларымыз өзіміз шошырлық ойлар. Е? Қанша Исамен біз жүрсек те, кейде біреу деген сізге жамандық жасап қойса, или болмаса біреу сізге жаман сөз айтып қойса, ішкі дүниеден бәрі шығады. Лықылдап кетеді. Бұның бәрі не нәрсені көрсетеді? Біз Құдайға мұқтажбыз. Біз оның рахымынсыз түк те істей алмаймыз. Бір нәрсені біз түсінуіміз керек. Құтқарылу кезінде адамдардың бірде-бір көмек керек емес болды. Құдайдың өзі құтқарып алды, өзі не істеді. Адамдардың тек қана көмегі не болды? Исаны айқыша-айқыша жекелеу болды. Қалған бәрін Құдай өзі Иса Масихтың құрбандығы арқылы құтқарып алды. Содан кейін екі түрлі банкротты айттым, екінші бір банкрот ол толығымен банкрот. Яғни біз түсінуіміз керек. Иса Масих келіп бізді құтқармайтын болса, Иса Масихтың қаны төгілмейтін болса, онда біз толық банкротпыз. Біз Құдайдың қаһарына ұшырағанбыз. Құдайдың қаһарының балалары болып кетеміз. Екінші біздің істейтін нәрсеміз мынандай. Жартылай банкрот дейміз, е? Жартылай банкрот ол біраз уақыттан кейін өзі қалпына келіп алғаннан кейін не істейді? Құдайға көмектескісі келе бастайды. Құдайға ұнағысы келе бастайды. Мен сіздерге жақсы хабар айтқым келеді. Сіздер Құдайға ұнайсыздар. Иса Масих арқылы сіздер Құдайға ұнайсыздар. Сіздің әрекетіңіз, сіздің деген көп мінәжат еткендігіңіз, көп ораза ұстағандығыңыз арқылы сіз очко жинап жатырмын дейтін болсаңыз, онда сіз қателесесіз. Көп жағдайда біз очко жинағымыз келеді. Жақсы өлең айтып, жақсы нәрсе істеп, ол әрине жақсы. Ол бірақ Иса Масихте болу керек. Біз Иса Масихте оның рахымын түсіну арқылы ғана, содан кейін ғана біз барып, басқа адамдарға сондай жақсылықтар жасай аламыз. Бірақ Иса Масихтегі құтқарылу үшін, егер осы нәрсені істейтін болсақ, сондай очконы жинайтын болсақ, онда бізде мәселе пайда болады. Егер қарасаңыздар, Петр да осы мәселеге ұшырады. Матай жазған хабар 19-шы тарауда Иса бір бай адаммен кездеседі. Ол бай адам келіп айтады, мәңгілік өмірге жету үшін маған не істеуім керек дейді. Сол кезде Иса айтады, осылай Таурат заңының өсиеттерін орындап жүрсің ба? Иә, мен жастайымнан бастап орындап жүрмін дейді. Иса айтады, онда саған бір нәрсе жетіспейді.
Сен бар мал мүлкін сатта, қарып қасерлерге үлестіріп берді, сонымнан ер дейді. Сол кезде бай қапаланып, өте аса дәулетті болғандықтан ол кетіп қалады. Сонда шәкірттері тұрады. Егер бай адам құтқарыла алмайтын болса, онда кім құтқарыла алады дейді. Олардың өздері таң қалып қалады. Негізінде бұрындары сондай ой болатын. Мына бай адам ол жұмаққа тезірек барады. Потому что да байлығы бар, Құдай оны жарылқап қойған, бірақ оның жүрегі дұрыс емес. Сол кезде Иса айтады, бай адамның Құдай патшалығына кіруінен гөрі түйенің иненің көзінен өтуі оңайырақ дейді. Сонда Петр айтады, біз бәрін тастап сенің соңынан еріп жүрміз. Бізге не болады? Сол кезде Иса айтады, сендер мен артынан еріп жүрсіңдер, сондықтан мен сендерге 100 есе жарылқау беретін болам дейді. 100 есе жарылқау деген кезде, егер бір математикамен, бухгалтерлік есеппен есейтін болсақ, ол 10.000% жарылқау. Чексіз жарылқау. Бірақ содан кейін еміз сол жерде бір жақсы әңгіме айтып береді. Елшілердің істері, Матай жазған хабар 20-шы тарау. Таптыңыздар ма? 20, Бірінші аяттан бастап. Мына басында 28-ші аятта, 19-28-де Иса былай деп жауап қатты дейді. Мысалы, 26-ші аяттан қарайық. Иса оларға қарап, бұл адамның қолынан келмейді, бірақ Құдайдың қолынан бәрі де келеді. Деп жауап берді. Петр, міне біз барлығын қалдырып сіздің соңыңыздан еріп жүрміз. Сол үшін біздің не күтіп тұр? Деп сұрады. Сонда Иса былай деп жауап қатты. Сендерге шындығын айтамын. Әлем жанарған кезде мен билеуші ретінде көктен қайтып келіп, салтанатты тағымда отырғанда сендер де 12 тақта отырып Израильдің 12 руына билік жүргізетін боласыңдар. Үй жайын, бауырларын, әке-шешесін, бала-шағасын, не жер суын маған бола қалдырған әркімге қарымтасы 100 есе артығымен қайтарылады. Әрі ол мәңгілік өмірге ие болады. Сол заманда көптеген алдыңғы қатарлар соңғылар болады, ал соңғылар алдыңғы қатарға шығады. Иса сөзін жалғастырып былай деді. Құдай патшалығындағы жайт мынау сияқты. Бір қожайын таң сәріде жүзім бағына жұмысшы жалдау үшін үйінен шығыпты. Жұмысшылармен күніне 1 күміс теңгеден төлейтін болып келісіп, оларды жүзімдігіне жібереді. Сағат 9-да қожайын қайтадан үйінен шығып, базардан әлі де жұмыссыз тұрған басқаларды көргенде оларға, сендер де жүзімдігіне барыңдар, тиісті ақыларыңды төлеймін дейді. Олар да сонда кетеді. Қожайыны түскі сағат 12 мен 3 шамасында да солай істейді. Соңғы рет сағат 5-те барса, жұмыссыз тұрған бірнеше адамды көріп, оларға былай деп тіл қатады. Неліктен сендер күні бойы бос тұрсыңдар? Бізді ешкім жалдаған жоқ. Онда сендер де жүзімдігімне барыңдар дейді қожайын. Кешке ол шаруашылығын басқарушысына жұмысшыларды шақырып, жалақыларын төле. Ең соңғыларынан бастап алғашқы барғандармен аяқта деп тапсырады. Сонда сағат 5-те жалданғандар келіп, 1 күміс теңгеден алады. Алғашқы болып келгендер көбірек аларымызды үміттенгенмен, оларға да 1 күміс теңгеден тиеді. Соны алған қожайынға өкпелеп, соңғылар 1 сағат қана жұмыс істесе, біз осындай ыстықта күні бойы жұмыс істедік. Дегенмен сіз бәрімізге бірдей ақы төледіңіз деп күңкілдейді. Қожайын біреуіне жауап қайтарып, достым, саған әділетсіз жасаған жоқпын ғой. Әуел баста біз 1 күміс теңгеге келіспеп едік. Ендеше ақынды ал да кете бер. Сонынан жалданған мыналарға саған бергендей ақы төлеуді өзім қалап тұрмын. Әлде меншігімді өз қалауымша жұмсауға еркім жоқ па? Яки оларға жомарттық жасағанымды көре алмайсың ба дейді. Осылайша соңғылар алдыңғы қатарға шығады, ал алдыңғы қатарлылар соңғылар болады. Аумин. Сіздер мені ұйықтатпайды десем, сіздер өздеріңіз ұйықтасыздар. Құдайға шүкір.
мына жердегі ең бірінші нәрсе не деп ойлайсыздар? Ең маңызды нәрсе не деп ойлайсыздар? Осы оқиғадағы ең маңызды нәрсе не деп ойлайсыздар? Келісім? Тағы? Жомарттық, әділеттілік, әділеттілік бар ма мұнда? Күні бойы адам жұмыс істеді, 1 теңге алды. 2 сағат жұмыс істеді, 1 теңге алды. Бірақ бұл жердегі ең нәрсе, ол ең назар аударатын нәрсе қожайын. Қожайынның жүрегі. Қожайын әрбір уақытта оларды жалдады. Енді қарап отырсаңыздар, осы нәрсе арқылы ол еврей халқына да айтып отыр, мысалы, сендер деген ерте келдіңдер. Мысалы, олар таңнан кешке дейін жұмыс істеген сияқты, сондай сияқты. Одан кейін басқа ұлттық адамдар кірді ортасынан. 12-ден бастап, 5-тен бастап. Ең соңында тағы да тұрған адамдар болды. Оларды да қожайын өзінің жүзімдігіне жіберді. Бірақ олардың неге осы нәрсе күні бойы жұмыс істеген адамдардың ашуын туғызды? Қызғаныш? Олардың жүрегіндегі нәрсе ол деген, неге олар аз жұмыс істейді, көп ақша алды? Біз көп жұмыс істедік, сол ақшаны бізде алдық. Бірақ жағы қожайын айтады, мен сендермен келістім ғой осы нәрсеге. Енді бір қызығын қараңыздар. 5-те барып, кішкентай ғана жұмыс істеп, тура сол ақшаны алды. Ол адам ойлады, мен қазір сағат 5 болып бара жатыр, ешкім бізді жалдаған жоқ, енді мен бүгін балам аш қалуы мүмкін. Өйткені ол кезде күнделікті жалданып, ақша тауып, солай не істейтін бұл. Бірақ қожайын оны қуантты. Мейірімділік. Мысалы, қожайын айтқан жоқ қой, сен сағат бойынша есептеймін, сен деген қазір 1 сағат қана жұмыс істедің, сондықтан саған осыншама ғана бере аламын. Бірақ бәріне бірдей берді. Рахым да сол сияқты. Мысалы, Израиль халқы Құдайдың несіне ие болу үшін көп еңбек етті. Көп құрбандық берді, көп не берді. Ал біз Иса Масихтың арқасында 5-те де барсақ та сол рахымға ие болды. Құдайдың рахымына. Әкенің жүрегі, қожайынның жүрегі, ол қандай? Мейірім. Ол бізді күнәларымыздан ақтап алды. Ол бізге сондай рахым берді. Ол өзінің жүзімдігіне жұмсады. Сол себептен де 5-те барған адамдар, олар көбірек жарылқауға ие болды. Өйткені неге? Ол кішкентай ғана жұмыс істесе де, сол ақшаны алды. Бұл не? Рақым. Петр бұл нені нақылды Иса не үшін айтты? Өйткені Петр айтты, бізге не болады? Жүрміз ғой артынан. Тастадық бала-шағаны, тастадық жұмысты, тастадық балықты, тастадық бизнесті. Иса осы мысал арқылы айтып отыр. Менің рахымым бәріне де жеткілікті. Менің рахымым бәріне де жеткілікті. Сондықтан да бізге рахымды қабылдау үшін еңбек етудің қажеті жоқ.
біз оны тегін қабылдаймыз. Өйткені Ефестіге арналған хатта 2-ші тарауда айтылған: сендер өз еңбектерінің жетістігімен құтқарылған жоқсыңдар дейді. Қайта Құдайдың рахымы арқылы құтқарылыңдар дейді. Иә. Мысалы, сіздер өздеріңіз бриллиант сатып алып көрдіңіздер ме? Бриллиант. Бриллиант сатып алған кезде бірінші не істейді? Сол тастың несін көру үшін. Қара матаға қояды да, қара матаның үстіне бриллиантты қояды. Сол кезде ана қара матаның үстінде бриллиант жылтырайды. Жылтырайды, көрінеді, бәрі қандай екендігіне. Былайша айтқан кезде қара мата деген ол не? Біздің күнәһарлығымыз. Паул да қара матаны деген жай жіберді бізге, бірақ соның ішінде ол бриллиант қойды. Өйткені кей кітапта римдіктерге арналған хатта айтылған: күнә қаншалықты көбейген сайын Құдайдың рахымы одан асып түсті дейді. Біз барлығымызда Құдайдың қаһарының балалары болғанбыз. Өйткені күнә арқылы біз барлығымызда Құдайдың қаһарына ұшырадық. Кей кітап айтады: бәріміз күнә жасап, Құдайдың біздерге беретін ұлылығынан құралақан қалдық дейді. Бірақ Құдай айтты: мен қаһарымды балаларыма емес, өзімнің ұлыма төгемін. Иса Масих. Иса Масих біздің құрбандық тоқтымыз болып келген кезде Құдайдың қаһары мейірімге ауысты. Өйткені ол толық, негізінде Құдай әділетті Құдай ғой. Ол әділетті Құдай болғандықтан күнә жазалану керек қой. Әділетті Құдай болғандықтан қарғыс тоқтау керек қой. Осының барлығын ол иеміз Иса Масих арқылы жүзеге асырды. Амин. Өйткені мәсіхші әрқашанда 3 этаптан өтеді. Біріншісі ақталу, екіншісі Құдайдың рахымы арқылы мәсіхшілік өмір сүру, үшіншісі көкке көтерілу. Құдай өзі алып кетеді. Осы нәрсенің барлығында да рақым болу керек. Егер өз еңбегімізге, өз немізге сүйеніп кететін болсақ, онда біз рақымнан шет қаламыз. Паулдың өзі айтады, мен жаңа бүйтіп бұлай ойландым да келе жатып, мысалы, егер Паул қазір біздің ортамызға келетін болса, біз оны қабылдамауымыз да мүмкін. Кигені алба-жұлба, жегені таяқ, бір көзі көреді, бір көзі не істемейді. Потому что біздің көзқарасымыз бойынша атақты апостолдар, олар деген там мінгені машина, самолет, короче, керісінше, мысалы, Паул айтады. Паул осының барлығында айтады да, не деп айтады? Мен емес, менің бойымдағы рақым қызмет етті дейді. Сондықтан да біз біреуге қызмет еткен кезде, біреуге не істеген кезде, біз түсінуіміз керек. Құдайдың рахымы біз арқылы қызмет етеді. Яғни қара матаның үстіндегі бриллиант ол не? Рахым. Құдайдың рахымы. Ол Құдайдың рахымы біздің өмірімізге өзінің керемет несін береді. Өйткені Құдайдың рахымы ғана бізге мүмкіншілік береді оның құтқарылуын қабылдауға. Тек қана оның рахымымен ғана құтқарылдық. Тек қана оның рахымы ғана біздің өмірімізге. Сол себептен де енді тағы бір нәрсе болады.
онда сұрақ туындайды. Сонда біз не істеуіміз керек? Болды, мінәжат етпеуіміз керек па? Болды, игі істер істемей ақ қоюымыз керек па? Болды, енді ораза ұстаудың да қажеті жоқ шығар деген сияқты, ондай сұрақ туындауы да мүмкін, бірақ негізінде бір нәрсені білуіміз керек. Әрқашанда ізгі хабар ол біз бірінші Құдайдың рахымын түсініп барып, Құдай өзі жетелейді бізді. Өйткені Ефестер арналған хатта айтады, сендер игі істер жасау үшін, ерекше игі істер істеу үшін Құдай өзі таңдап алды дейді. Ол қандай игі істер? Ол біздің Құдайдың рахымын түсіне отырып, біз арқылы Құдайдың жұмысы болады. Біз де мысалы рахымды басқаларға беруіміз керек. Көп жағдайда біз Құдайдың рахымына толамыз, не істейміз, бірақ басқаларға біз рахым бере алмай қалатын кездеріміз болады. Сіздер білесіздер ғой, патша туралы айтады. Патшаның алдына бір адамды алып келеді, ол жерде ол $10 миллион ма сонда қарыз болып қалған патшаға. Сонда патшаға айтады, тұра тұрыңызшы, мен деген берем, қайтарам дейді. Патша айтады, жарайды, сен кешірем, $10 миллион кешірем болды. Сол кезде ол шығып алады да, өзіне $200 қарыз адамды қылқындыра бастайды. Анау қайтарып берем десе де, бол бермей апарып түрмеге жауып тастайды. Сол кезде патша не дейді? Бергел, мен сенің $10 миллион қарыз, а сен неге оның $200 кешіре алмадың? Біз Құдайдың рахымын түсінбегендіктен кешіре алмай қалады екенбіз. Босата алмай қалады екенбіз. Мен де өз басымнан да өтіп жатыр кейде. Неге ол өйту керек? Неге оланы ұстатады? Біз әділдікті талап етеміз көбінесе. Әділдікті. Бірақ Құдай егер әділдікті талап ететін болса, біздің нерлі бірде-біреуіміз отыра алмаймыз. Біз әділдікті емес, рахымды іздеуіміз керек. Өйткені Құдай бізді рахым арқылы құтқарды. Біз барлық жерде деген, көп жерде айтамыз, әділетті емес мынау. Өкімет әділетті емес, анау әділетті емес, мынау әділетті емес. Мынау маған дұрыс емес айтты. Әділетті емес. Ол әділеттің барлығын Иса Масих уже, Құдайдың әділдігін уже Иса Масих өтеп қойған. Енді ол бізге не берді? Рахым берді. Және сол рахыммен бөлісіңдер дейді басқалары. Екінші нәрсе, тағы бір нәрсені түсінуіміз керек. Иса Масих бүкіл Құдай біздің барлық күнәларымызды алып тастады. Бірінші аят, 102-ші Забур жыры, сол жерде айтады, Құдай біздің күнәмізді шығыс батыстан қалай қашық болса, солай шексіз қашықтатты дейді. Енді мен сіздерге сұрақ қойайыншы. Мына батыстың адам отыр ғой ортамызда. Шығыс пен батыс бір-бірімен кездесе ме? Шығыс пен батыс кездеспейді. Солтүстік пен оңтүстік кездеседі, солтүстік полюста. Бірақ шығыс пен батыс кездеспейді. Шығыс пен батыс кездеспейді деген сөз, шығыста былайша айтқан кезде, Құдай сенің күнәңді шексіз қашықтатып тастады деген сөз. Екінші аят, Құдай біздің күнәмізді, Ишая пайғамбарда жазылған,
Құдай біздің күнәмізді өзінің арқасына лақтырып тастады дейді. Артына қарай лақтырып тастады дейді. Яғни ол нәрсе нені білдіреді? Арқада жатса болды ғой, все, сен көрмейсің деген сөз. Все. Ол күнәні солай ұмытты деген сөз. Ол енді еске алмаймын деген сөз. Біз өзіміз кейде миымызбен барып шұқылап бір жерден еске алып шығарып аламыз да, содан кейін мен байқұспын, бейшарамын дей бастаймыз. Паул айтады, Құдайдың рахымымен мен қандай болсам, сондай болдым дейді. Сол сияқты бізде. Одан кейінгі аят Миха пайғамбардың жазбасында Құдай 7-ші тарау 19-ші аятта айтады, Құдай күнәларымызды теңіздің түбіне лақтырып жіберді дейді. Теңіздің түбіне. Ол шықпайды енді. Осы нәрсеге, осы 3 аятқа сәйкес біз түсінеміз, Құдай біздің күнәларымызды толық кешірді. Жартылай кешірген жоқ. Жартылай айтқан жоқ. Сондықтан да біздің ары қарайда өзімізді жаман сезінуімізге, өзіміздің лайықты емеспін, басқа нәрсе деген сөздердің барлықтары біздің өмірімізден кетіп қалу керек. Мен Құдайдың баласымын. Құдайдың баласы ретінде Құдай маған қандай нәрсені дайындап қойды, ол менің өмірімде орындалады. Сіздер білесіздер ме? Құдай сіздің өміріңізде не нәрсені бастаса, оны жалғастырып, толығымен аяқтайды. Өйткені Құдай адам сияқты емес, орта жолдан бір нәрсені тастап кетпейді. Егер ол орта жолдан тастайтын болса, Израиль халқын тастай салатын еді. Израиль халқын алып келе жатыр әлі күнге. Амин. Құдайдың рахымы өмірлеріңізге толығымен билігін жүргізсін. Құдайдың рахымы бізді жетелесін. Үйге барған кезде Құдайдың сөзін ашып, рахым деген жерлерді қараңыздаршы. Ол жерде Құдай не айтып тұр? Оның рахымы, оның мейірімі, оның сүйіспеншілігі бізге әрдайым шексіз. Біз өзіміздің кім екендігімізге емес, біз оның кім екендігіне қарауымыз керек. Біз өзіміздің әрекеттерімізді, өзіміздің жұмыстарымызға емес, оның біздің өміріміз үшін істеген жұмыстарына қарауымыз керек. Сол арқылы, сол кезде біз ешкіммен бір-бірімізді салыстырмаймыз. Өйткені біз тек қана Исамен өзіміз салыстырамыз. Өйткені біздің мақсатымыз не? Иса Масихке ұқсау. Жер Иса Масихке ұқсайтын адамдармен толатын болса, мына жердің өзі де жұмаққа айналып кетеді. Өздеріңіз байқасаңыздар, қай жерде мәсіхшілік бар, қай жерде ізгі хабар, сол жерде өзгеріс бар. Өзгеріс бар. Сондықтан да өзіңізге айтыңызшы, мен Құдайдың баласымын. Мен Құдайдың баласымын. Мен Құдайдың баласы болғандықтан, менің өмірімде, жан жағымда үлкен өзгеріс болады. Амин. Неге? Өйткені біз рахымды түсінгендіктен. Құдайдың рахымын түсінгендіктен. Өйткені кейбір уақытта өзімізге сұрақ қою керек сияқты да. Менде мысалы кейбір уақытта болады, бір адамдарға шыдамай кетесің да. Шыдай алмай, неге олай, неге үйте береді ол солай депші. Сол кезде Құдай ақырындап сөйлейді да. Сен де сондай болдың ғой. Саған да біреу шыдады ғой. Саған да біреу сені осындай деңгейге жеткізу үшін сенің қасында бірге жылап отырды ғой. Неге сен оған шыдамды емессің? Неге сен оған рахымды емессің? Сол кезде өзің сабана түсесің да, Құдай, кешірші.
бір адам маған өмірін арнағандықтан біз осында жүрміз ғой, мысалы. Бір адам сені тыңдады, бір адам не істеді. Біз кейбір уақытта өзімізше бүйтіп кетеміз да. Немене кешке дейін істеп айта береді, кешке дейін бүйте береді, сөйте береді деп. Бір адам отырып соны тыңдағандықтан, істегендіктен, рахым бергендіктен, ол адам кейін өзгеріп, Құдай оның өмірінде жұмыс жасайды. Кейін ол басқаға сондай рахымды береді. Соңғы нәрсе айтатыным, Құдай бізге тиісті барлық айыптаудың құжаттарының бәрін жыртып лақтырып жіберді. Енді біздің өмірімізде ешқандай да айыптау жоқ. Екі кітапта римдіктерге арналған хатта айтылған, 5-ші тарауда айтылған, біз Құдаймен енді татумыз Иса Масих арқылы. Және 8-ші тарау 1-ші аятта айтылған, Құдай енді бізді айыптай бермейді. Енді бізге айыптау үкімін шығармайды. Айыптау үкімін ол Иса Масихке шығарып тастаған. Айыптау үкімі Иса Масихте болған. Сол айыптауымызды Иса Масих өзінің мойнына көтеріп тұрған. Енді ол не істеді? Бізге рахым берді. Сол себептен де осы нәрсені біз әрқайсымыз түсінсек, ашылса бізге, сіздің жүрегіңізде қуаныш болады. Күнде қуаныш болады. Күнде. Сіз басқаларды айыптамайсыз. Потому что сіз Құдайдың рахымына кенелдіңіз. Құдай әке, рахмет айтамыз. Сенің аты мадақталып жарылқана берсін. Сенің бізге деген рахымың үшін рахмет.